Саламатсыздар ма? Сіздердің уфолог жобасын көріп отырсыздар. Бүгін сайлау туралы конституциялық заңның 27-ші бабын түсіндіруге тырысамыз. Өйткені бұл бап кандидаттан бастап журналистерге және қарапайым сайлаушы үшін өте маңызды. Өйткені заң бойынша кімдер үгіт жүргізуге құқылы, ал кімдерге қатаң тыйым салынған. Үгіт материалының астына судьялар, мемлекеттік қызметкерлер, діни қызметкерлер пікір қалдырып, оны әрі қарай таратуға құқылы ма? Дәл осы үгіт насихат кезінде қайырымдылық шараларымен кандидаттар айналыса ала ма? Міне осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ал біздің сауалдарымызға заң ғылымының докторы, профессор Ермек Биахметұлы жауап береді. Студиямызға қош келдіңіз. Әлеуметтік желідегі үгіт насихат жүргізу тәртібіне тоқталсақ, мысалы үшін қарапайым адам немесе блогер өзінің парақшасында кандидатты сол насихаттап, соған қатысты пікір білдіруге құқылы ма? Әрине, егерде біз осы мәселені қарайтын болсақ, ең алдымен ескеретін ол бірінші әр адам өзінің ойын білдіру, айту, ол біздің конституцияда бекітілген айту. Ал екінші жағынан ол агитация жүргізу дегені әрине айыру керек. Әр адам өзінің пікірін білдіре алады. Мысалы, бір партияны жақтаймын, мына партия маған ұнамайды деп айту, ол әр адамның құқығына бар. Егер өйтіп айтатын болса, көрсететін болса, оны ешкім шектемеу керек. Айтатын болса, ол өзінің ойын, өзінің пікірін білдіретін мәселе деп санаймыз. Ал енді екінші жағынан ол егерде қаржыландыру мәселесімен байланысты болып кететін болса, одан мысалы ақша алатын болса, соған, оның бәрі ол заңмен шектеледі. Блогерлерді білу керек, қай жерде мысалы өзінің ойын жеке ретінде айтатын, егерде оның ішінде көп адамдар қосылатын болса, соның ішінде ары қарайда репост болып тағы да болып жататын болса, ол уже насихатқа айналады. Оны көру керек, қалай қаржыланып жатыр, одан мүмкін ақша түсіп жатыр ма, даже рекламадан ақша түсіп, сол арқылы жасап жатса, әрине ол заңды бұзған болып саналады. Бірақ заң бойынша блогер жаңағы үгіт жүргізуге құқылы ғой, егер ақшасы төленсе, мысалы үшін кандидаттың егер бөлінген, заң бойынша бөлінген ақшадан сол қаржыланып келіп жатса, әрине онда ол шектелмейді. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, оның көлемін ақшаны мысалы 100 мың теңгеге сен бір пост жаз деп маған тапсырма берсе, блогер болсам, ол одан ары қарай асып, жаңа 100 мың теңгеге алдым ба, ол мына бір пост, оның көлемін қалай анықтауға болады деген ғой? Әр партияға бөлінеді ғой ақша бөлінеді. Мысалы, енді мысалы келтірейік, пәленбай миллион ақша бөлінді дейік. Сол ақшадан мысалы бөлінсе, қандай көлеммен жүргізу керек, шартқа болып отыру керек. Әрине, ол белгілі болады ғой. Ертең мысалы тексереді, көреді, бізде енді бақылау органдары көп қарайды. Егерде ондай шарт болмаса, ақша басқа жақтан түсіп жататын болса, әрине ол бұзылды деп санайды. Сол үшін оны әрине ескеру керек. Содан кейін мемлекеттік қызметкерлер, демалыс кезінде, еңбек демалысы кезінде, оларша белгілі бір кандидатқа олар қолдап үгіт жүргізе ала ма? Әрине оларға осындай тыйым салынбайды, егерде ол жұмыс уақытынан тыс болса, мысалы демалыс кезінде болса. Бірақ та әрине ол жерде ең алдымен сақтайтын осы бір мәселе бар, қарап отыратын олар ешқандай осы мемлекеттік қызметтің ресурсын пайдаланбау керек. Мысалы оған мысалы ғимараттың аудитория дейміз, дәрісхана, соны алып, не болмаса өзінің билігін пайдаланып, мысалы басқа бір адамдарды соған кірістірсе, осы жұмысқа айландырып, жұмыстың тыс кезінде болса да, онда әрине оларға ондай мүмкіндік берілмейді. Ал енді тыс кезінде өзінің ойын айтатын болса, бір партияны жақтаймын десе, оған ешқандай. Ал енді жұмыс кезінде ол шарт, ол кезде ешқандай мүмкіндік болмау керек. Өйткені жұмыста отырып, өзінің жұмысын атқарып отырып, осындай жұмыс істесе, ол үкіметтің ресурсын пайдаланды деп саналады. Мысалы, сондай кезде ол жүргізу. Ал енді тыс кезінде, бірақ та әрине, және сияқты
өзінің қол астындағы адамдарын шақырып бірге осылай жұмыс істейік деп істеген, ол өзінің мемлекеттік биліктің ресурсын пайдаланып жатыр деп, онда әрине ол болмайды, оған шектеу қойылады. Ал енді өзі мысалы тыйым салынатын өзінің субъектілері ол көрсетілген. Мысалы ол судьялар болса, мысалы содан кейін құқық қорғау органдарының әскери, олар әрине жұмыста болсын, тыс кезінде болсын, ешқандай өзінің ойын айтуға болмайды. Бір партияны жақтап, өйткені олар, өздеріңіз білесіздер, мысалы судья ертең шешім шығарады, көп істер арыздар түсуі мүмкін. Егер де ол өзінің ойын пікірін білсе, әрине ол біреуді жақтау. Сол үшін ол жерде әрине оларға мынандай жұмыстан тыс біз айта аламыз деген ондай болмайды. Діни бірлестіктердің діни қызметкерлері оларға неге тыйым салынған сол 4-ші тармақта? Енді бұны дегенде бізде зайырлы мемлекет болған кен, зайырлы мемлекет. Өйткені егер де дінде жүретін адамдарды мысалы насихаттайтын болса, өздеріңіз білесіздер, мүмкін көп бір ұйымдар осы бір дінге көп мән беретін, мысалы, оны айтайық, христиан дейік, тағы да басқа, мұсылман, ол осындайға келтіруі мүмкін. Сол үшін бізде зайырлы мемлекет болғаннан кейін әрине тыйым салынған. Ол да дұрыс деп, менің ойымша ол өте дұрыс. Яғни мысалы сол 4-ші тармақта тыйым салынған судьялар, әскери қызметкерлер, діни қызметкерлер, олар үгіт насихат материалдардың астына, тіпті мысалы онлайн болсын, әлеуметтік желіде пікір қалдыруға, оларды бөлісуге де құқығы жоқ. Жоқ, тек қана мысалы лайық қойса, ол ешқандай неме болмайды. Егер де мына қызметкерлерге жұмыста жүрсе де егер де лайық қоятын болса, ол істен кетпейді. Бірақ та осы лайкты қайта көрсетіп, егер де ресурс мысалы көрсетіп қойса, осындай не, мына кісі осындай жақтап жатыр деген болса, ол дұрыс болмайды. Кандидат қарамағындағы адамды өзінің сенімді өкілі ретінде тағайындауға заңда рұқсат етілген. Бірақ ол мысалы үшін сенімді өкілі болатын адам, яғни бағынышты адам, ол өзі келісті ме, әлде бастығы болған соң амалсыз келісті ме, оны ажыратуға оны? Әрине ажыратуға болады. Ең алдымен ол өзі арыз жазу керек, болам деп өзін келісім білдіру керек. Ал бірақ та көп жерде айтып жатады, мысалы арызды өз еркіммен жазған жоқпын деп, оны әрине дәлелдеу керек. Дәлелдеу деген, мысалы көпіріне чат болсын, мына WhatsApp-та не болады, бір-біріне жазып айтады, осылай кір, мысалы, әйтеуір бір дәлел болады ғой, айтатын. Сондай дәлелдерге ертең әрине көрсетуге болады. Мені осындай шағымданып, мені осындай мәжбүрлеу, осындай боласын деп айтатын. Сол үшін әрине өз жерде адамның құқығы сақталу керек. Ешқандай, мысалы, қол астында жүрген адамдар, бір кандидаттың ешқандай осындай күшпен, осындай өзін билікпен пайдаланып қоятын, сол жұмысты істейтін болмау керек. Тек қана еркінде өзі істеймін десе, ол анық. Оны енді өздеріңіз білесіздер, қазір көп бізде құқық қорғау мысалы ұйымдар бар, мемлекет органдары бар, оған шағымданып көрсетуге болады, мені осындай жасап жатыр деп, әрине. Сосын ол да проблема үлкен емес. Енді журналистерге келсек, журналист мысалы үшін кандидат болса, немесе сенімді өкіл болса, оған жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау туралы ақпарат таратуға, көрсетуге тыйым салынады. Ал өзінше жеке мақала жазуға, авторлық, редакцияның басқа да жұмыстарына араласуға оған бола ма? Әрине, егер де осы редакция журналист ретінде арғай жұмыс істеуге болады, бірақ та осы сайлау мәселесі ешқандай ол кіріспеу керек. Оның тек қана айтқан емес, ал ұйымдастыру жөніндегі мәселелерді, мысалы, кім сөйлейді, кім кіреді, ондай деді, оның тыс болу керек, ондайға қатыспау керек. Егер де мысалы бөлек бір спорт туралы басқа бір мәселелер болса, оның ішінде бірақ та бір кандидат айтылып кетсе, ол дұрыс болмайды. Сол үшін кандидат бір партия туралы айтатын болса, мысалы, осындай партияның мүшесі, мен спортсмен деп сөйтіп айтатын болса, ол
үгіт болып саналады да. Ал Жетістіктерін айтып, ол көрсетеді, енді орысша айтқанда косвенный, не прямой бірақ та, ол агитацияға айналады. Сол үшін әрине осындай әрі мысалы көп қазір бағдарламалар болып жатыр, көп теледидардан көрсетіп жатыр осы сайлау туралы. Соның ішінде ұйымдастырушы болып кірісе, мысалы қай жерде отыру керек деген сияқты да, қалай түсіру керек деген, оның бәрі ол журналистке ондай тыйым салынады. Ол жерден ондай жұмысқа араласпау керек. Әрине сол егерде, өйткені оның қолында ресурс табуға, медиа ресурстар, сол үшін ол басқа кандидаттарға, басқа партияларға мысалы болатын, ол енді теңдікті білдірмейді. Сол үшін әрине ол жерге тыйым салыну керек. Енді қараңызшы, осы бұқаралық ақпарат құралдарына да кандидаттың ар намысын қорлайтын, намысына тиетін немесе фейк ақпараттар жарияланса, ол келесі күн шығарылымда, келесі эфирде оны жоққа шығару керек, теріске шығару керек. Ал егер дәл осындай ақпарат, мысалы әлеуметтік желіде қарапайым адам немесе сол бұқаралық ақпарат құралының әлеуметтік желіде парақшасына шықса, немесе жаңа айттым ғой, қарапайым пайдаланушы деп, ол пайдаланушы оны теріске шығармаймын деп бас тартса, аккаунтын жапты, жоқ болып кетті. Мұндай жағдайда заң? Әрине, заң бойынша қай жерде жарияланды осы ақпарат, сол жерде оған әрине осылай адамның немесіне тиіп кетсе, намысына, ар намысына ол жазу керек. Ол фейк, ол дұрыс емес, дұрыс жазылмаған деп, ол информация міндетті түрде беру керек. Ал енді жеке бас болса, ол жерде де мысалы адам өзінің бір ойын жазып, соның кейін жоқ, мен бермеймін деп бас тартатын болса, әрине ол өздеріңіз білесіздер, қазір прокурор мен суд тез қарайды осы мәселелерді. Егер де біреу арыз жазса, мен туралы осы дұрыс жазбады, өтірік жазылды, ақпарат өте дұрыс емес, менің намысыма тиді, ар намысыма деп жазатын болса, ол бірден қаралады. Қазір сот кезінде, мына сайлау кезінде. Сол кезде сол шешім шығарады, өздеріңіз білесіз, сот орындаушылар ол бірден олар жұмыс істейді, мысалы, және сияқты адаммен бір жағынан ол штраф деген ол бір, екіншіден ол міндетті түрде алып тастау керек. Оған егерде ол жасамайтын болса, ол осы сайлау процесіне кедергі жасау, воспрепятствование деятельности, оған өзінің әкімшілік, егерде ол ары қарайда неместейтін болса, оның ішінде уголовная ответственность дегенде болады, мысалы. Сол үшін әрине ол осындай кезде мемлекеттің күші бар, адамды бағындырып, ақша төлей салам, бірақ ол қалады деген болмайды. Кандидаттарға дәл осы бұқаралық ақпарат құралдарында белгілі бір уақыт беріледі, эфирге беріледі. Содан кандидаттың біреуі өз еркімен сол уақытты қысқартуға, немесе коммерциялық тұрғыда ақша төлеп ұзартуға құқылы ма? Егер осылай жасаса, басқа кандидаттың құқығы бұзылмай ма? Мысалы, егерде осы пайдаланған қаржыны, бөлінген қаржыны пайдаланбайын десе, әрине әрі адамның, әр партияның өзінің сондай құқы бар, ол өзі пайдаланбаса болады. Ал енді қосымша егерде ақша бөлетін десе, әрине онда, бірақ та осындай да мүмкіндік басқа партияларға да берілу керек. Олар да есту керек, осындай мүмкіндік бар. Қосымша уақыт сатып алу мүмкіндік бар. Мынандай мүмкіндік. Соны мен онымен пайдаланам, басқа партия пайдаланғысы келмейді. Сіздерге ондай мүмкіндік берілді, мысалы. Егер сондай болатын болса, әрине ондай шектеу болмайды. Егер де оның өзінің заңда бізде көрсетілген, қандай объеммен, қандай немен қосымша ақша немесе бөліну керек. Сол үшін мына жерде ең алдын бірінші принцип ол теңдік ретінде. Тек қана біреуге беріп, басқалар білмей қалса, мысалы, біз білмедік, біз алуымыз керек. Олар да осы ақпаратты алу керек. Осындай партия, мысалы, қосымша осындай алып жатыр. Сізде оны осындай алуыңызға болады, мысалы деп. Егер де олар соны біле, өздері бас тартса, олар өздері онда ешқандай. Ал енді ана партия қосымша ақша істеп жатса, әрине онда
болмайды. Енді қараңызшы, қайырымдылыққа келсек, осы дәл осы кандидаттар үгіт насихат кезінде қайырымдылықпен айналысуға, сосын лотерея ойнатуға тыйым салынған. Егер мысалы ол кандидат сол қайырымдылық қордың жетекшісі болса ше, ол үгіт насихатқа деген онымен тұрақты айналысып келген адам болса, қай кезде оның жаңағы бұл әрекеті жөнсіз үгіт болып саналады? Әрине, егерде ол бұрын істеп жүрсе, бірақ та егерде ары қарай осы сайлаумен байланысты болып кететін болса, ол оған тыйым салынады. Ол ешқандай мысалы лотерея ма, ойната ма, тағы да бір акция жасап, мысалы компания киім тарату, тағы да бірдеңке мысалы бәріне тамақ беру, тағы да бірдеңке жасау, оның бәрі осы бір партияның аты аталып кететін болса, бір кандидаттың аты аталып кететін болса, ол насихат болып саналады. Сол үшін ол жерден бас тарту керек. Ешқандай егерде ол сайлаумен ешқандай байланыс болмаса, оны әрине ертең егер дау болатын болса, тексереді әрине. Бірақ та осы кандидаттар осының ішінде жүрген, өзі қайырымдылықпен айналысып жүретін адам болса, ондай кезде кейбіреулер талайдарды фондтың уақытша басқа біреуге беріп, өзі ешқандай қатыспау керек ондай нәрсеге. Баспа материалдарды, жалаушаларды таратуға болады, ал бірақ егер сол кандидаттың логотипі, ұран сөздер жазылған, мысалы кружка, жаңағы кепка, футболка сияқты заттар таратылса ше, ол зат бер, сыйлық бер, тауар бер деген жатады ма, жатпай ма? Егерде ол мысалы товарға жатпайтын болса, мысалы және плакат дейміз, немесе значок дейміз, ал енді егерде ол мысалы товарға жататын болса, мысалы егерде футболка сияқты болып қалса, тағы да кепка дейміз, оның бәрі егер таратын болса, ол жәнегі заңды бұзғанға келеді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, ол подкуп дейміз, адамдарға мәз қылып айтып, біреу бір футболка алдым дейді, футболка. Енді біз қарапайым адамдар кейде мүмкін қуанып қалу керек, жақсы болды, 4-5 балам бар, бәріне бір футболка келді. Сөйтіп бір жағынан, ол мына партия жақсы екен, ол дұрыс емес. Егерде ешқандай мысалы сондай товар ретінде болмайтын зат болса, егерде бір кішкентай пленка болса, оны сіз пайдалана алмайсыз. Үйіңізге қойып қоймасаңыз, былай ондай болады. Егерде және кружка, одан ішуге болады, мынау жақсы неме екен, жаңағы кәсе екен, жазылған, шай ішуге болады екен, бір жерде неше түрлі айтып жатады ғой, қауын екен, шай суымайды екен, жақсы екен. Ол бәрі және сияқты осы сайлаушыларды сатып алу ретінде, соларға осындай жақсылық жасап, солардың дауыстарын алу, ол әрине тыйым салыну керек. Қараңызшы, енді үгіт насихат жүргізген кезде кез келген адамның рұқсатынсыз оның бейнесін, фото, видеосын пайдалануға болмайды, рұқсатын алу керек. Ал егер ол адам, мысалы үшін кандидаттың бір ролигінде, немесе соның кездесуде түсіп қалады, ол көп кездесуде көп адам болады. Сонда әрқайсысынан рұқсат сұрау керек пе? Жоқ, егерде бізде ол заңнамамызда жақсы көрсетілген, мысалы үлкен бір топ болса, топты үлкен бір шара өткізіліп жатыр дейміз, сол жерде түсірсе, ол ешқандай неме болмайды, оған тартып әрбірін. Ал енді біреуіне мән беріліп, бір адамға, соның мысалы көп адамның ішінде біреуді ерекше көрсететін болса, әрине ол кісіден рұқсат міндетті сұрау керек. Ал енді бір жалпы фон болатын болса, көп адамдар оны іздеп отыру керек, мүмкін. Ондай кезде әрине бәрінен рұқсат алу мүмкін емес. Уақыт бөліп, қазір өте маңызды мемлекеттік, маңызды мәселеге қатысты сұрақтарыңызға жауап бергеніңізге рахмет. Сіздерге рахмет, шақырғаныңызға. Сау болыңыздар.